Музыка адамның ішкі толғаныстарын әуен арқылы жеткізу құралы. Алайда әннің де есі бар, есері бар деп Ұлы Абай айтқандай, музыканың да дұрысын таңдау қажет. Осыған орай ерекше балаларды әуезбен емдеп жүрген Сәуле Ерғазина жұмыс барысын айтып берді. Я сама провожу занятия. Музыкотерапия бойынша сабақ берем. Дене мүшелерімен ұсақ моторикамен жұмыс істейм. Саусақтарды қимылдатуды ұсақ моторика дейді. Ол үшін арнайы жаттығуларды жасаймыз. Мысалы, допты, шарды лақтырамыз. Ал тілі шықпаған балалар ән айту керек. Адам сөйлегенде денесі қысылады. Асығыс сөйлегенде тіпті кекештенуі мүмкін. Ал ән айтқанда керісінше денесі босаңсиды. Сондықтан балалардың көбі тез сөйлеп кетеді. Балалар фортепианода, соқпалы шулы аспаптарда ойнайды. Бұл миға жақсы әсер етеді. Сабақ нәтижесін 4 айдан соң байқаймыз. Яғни аптасына 2 рет 30 сабақтан соң бала бойындағы өзгеріс білінеді. Видно, что сдвиг есть у ребенка. Музыкотерапевттердің айтуынша, әр тыңдаушы ұнататын әуенін таңдауы керек. Сондай-ақ әр аурудың емі болар туындылар да бар. Мысалы, көңіл күйіңіз болмаса, Моцарттың түрік стиліндегі Ронда шығармасын, Кармен операсынан Бизені Хабанерасын, шаршағанды басу үшін Преслидің, Армстронгтың шығармаларын қосыңыз. Ал Чайковскийдің Гүлдер вальсы, Моцарттың музыкалық шығармалары асқазанның аурулары мен аш ішектің қабынуынан емделуге көмектеседі. Діни әуендерді өмірдегі қиындықтарды жеңуге, басыңызға ауыртпашылық түскенде ішкі жан дүниеңіздің тепе-теңдігін сақтау үшін тыңдасаңыз болады. Мы знаем, что когда мамочки беременные, да, Жүкті әйелдерге музыка тыңдаған өте пайдалы. Әсіресе Моцартты тыңдауға кеңес беремін. Ал балаңыздың математика пәнінен үлгерімі төмендесе, Бахтың әуендерін тыңдаған жөн. Шынында да, әсем әуен біздің психофизикалық жағдайымызға оң әсерін тигізеді. Музыка әсері психосоматикалық ғана емес, сонымен бірге физиологиялық күйде де байқалады. Өйткені бұлар бір-бірімен байланысты. эти все моменты, они связаны. Музыкотерапия сеанстарын күн сайын өткізгеніңіз жөн. Алғашында шығармаларды тыңдау уақыты 10-15 минут болса жеткілікті. Кейін терапия уақытын ұзартуға болады. Тыңдайтын шығармалар сізге түсінікті, құлаққа жағымды болуы шарт. Музыкотерапияны тыныштықта, жайлы жерде өткізіңіз.